Сәлеметсіздер ме? Бүгін 2-90-ның бірінші тақырыбы 12-ші параграф тізбектер тақырыбын қарастыратын боламыз. 12-ші параграф тізбек. Тізбек дегеніміз не? Тізбек дегеніміз, яғни бір санды алайық, мысалы кез келген 4 деге, сосын осыған 3-ті қоса берейікші. 4-ге 3-ті қоссам 7, 7-ге 3-ті қоссам 10, 10-ға 3-ті қоссам 13, 16, 19 деп кете береді. Осы мысалы бізде тізбек. Тағы да мысалы 20 дейік. 20 деген санды алайық. Осыдан 2-ні азайта берейік. 18, 16, 14, 12, 10 деп төмен кете береді. Мынау да шексіз кете береді. Сол сияқты тізбек дегеніміз, яғни белгілі бір санның қайта-қайта қосылып отыруы. Соны біз тізбек деп атаймыз сіздермен. Енді есепке кеттік. 12-де бірінші есеп. 4-ке бөлгенде қалдығы 2 болатын тізбектің алғашқы 5 мүшесін жазыңдар дейді. Яғни 4-ке бөлгенде қалдығы 2 болатын, оны табу үшін бүйтеміз, қараңыздар. Ең бірінші санды тауып алуымыз керек. Сосын оған 4-ті қосып кете береміз. Ең бірінші санды табу үшін бізге 4-ке бөлгенде қалдығы 2 деп тұр ғой. Сондықтан 4 пен 2-ні қосып жібереміз. Сонда 6. Бірінші санымыз 6 екен. Оны былай тексереміз. Мысалы 6-ны 4-ке бөлетін болсам, мен оған 1-ден беремін. 1 4-ін 4, 6-тан 4 тастасам 2 қалдық қалады, Демек, бірінші санды дұрыс таптық деген сөз. Енді осы санға 4-ті қоса береміз. 6-ға 4-ті қоссам 10, 10-ға 4, 14, 14-ке 4, 18, 22, 26 деп кете береді өйсіп шексіз. Келесі екіншісі 7-ге бөлгенде қалдығы 1 дейді. 7-ге бөлгенде қалдығы 1 болса, сол 7-ге қалдығын қосып береміз. Сонда бізде 8 шығады. Демек, бірінші санымыз 8, сосын 8-ге 7-ні қосып кете береміз. 8-ге 7-ні қоссам 15, 15-ге 7-ні қоссам 22, 22-ге 7-ні қоссам 29, 29-ға 7-ні қоссам 36, 36-ға 7-ні қоссам 45 деп өйстіп төмен қарай кете береді. Жоқ, мына жерде 36-ға 7-ні қоссам 45 емес қой. Жерде 36-ға 7-ні қоссам 43 деп кете береді сосын. Үшіншісі, 5-ке бөлгенде қалдығы 3 болатын сан. Яғни 5, оған қалдығын қоссам 3, сонда бірінші сан 8 екен. Сосын оған 5 қосып кете береміз. 8-ге 5 қоссам 13, 13-ге 5 қоссам 18, 23, 28, 33, 38 деп шексіз кете береді. Тізбектерде шек жоқ, шексіз кетеді ол тізбек. Төртіншісі, 9-ға бөлгенде қалдығы 8. Яғни 9-ға 8-ді қоссам 17, демек 17, 17-ге 9 қоссам 26, 26-ға 9, 35, 35-ке 9 қоссам 44, 44-ке 9 қоссам 53 деп шексіз кете береді. Осымен 12-де бірінші есеп аяқталды. 12-де 2. Егер тізбек АН формуласы берілген болса, тізбектің алғашқы 5 мүшесін тап дейді мына жерге бізге. Енді біз бірінші мына тізбекті қараймыз. Параграф 12-де 2, бірінші. Тізбектің формуласымен қызылмен жазып қоямын қазір. N тең болады N бөлінген түбір асты N плюс 1. Енді қараңыздар, 5 мүшесін деген, яғни бірінші, екінші, мысалы бірінші мүше, екінші, үшінші, төртінші, бесінші мүше деп аталады дағы бізде. Енді осыларды бізге тауып шық дейді. Оны табу үшін біз алдымен N-нің орнына 1-ді қоямыз. N тең болады 1-ге дейміз. Сосын мына 1 бар емес пе? Осыны мына N-ға да қоясыздар, мына N-ға да қоясыздар, және мына N-нің орнына да қоясыздар. Сонда мынау деген A1 тең болады 1 бөлінген түбір астында 1 плюс 1 деген сөз. Сонда 1 бөлінген 1-ден 1 шығады. 1 қосу 1, сонда 1 бөлінген 2 шығады деген сөз. Енді N-нің орнына біз 2-ні қойып көрейік. Сонда A2 тең болады 2 бөлінген түбір асты 2 плюс 1. Бұл жерден біз ештеңе ала алмаймыз, бірақ алайда сіздермен біз иррационалдан құтылуымыз керек болады. Себебі жауабында иррационалдан құтылып тұр екен, артында жауабында. Сондықтан біз түйіндесіне көбейтеміз. Яғни мына жерде плюс болса, мына жерде плюс тұр ғой, біз соның минусына көбейтеміз. Соны біз түйіндес дейміз. Және біз оның үстіне де астына да көбейтеміз. Бұны сіздер 8-ші сыныпта өткенсіздер, иррационалдан құтылу деп аталады бұл. Сонда төбесінде 2 көбейтілген түбір асты 2 минус 1, ал астында түбір асты 2 минус 1, түбір асты 2 плюс 1 ғой, демек ол а квадрат минус б квадрат деген формулаға келеді деген сөз. Сонда бұл деген 2 көбейтілген түбір астында 2 минус 1 бөлінген 2-нің квадраты, түбір асты 2-нің квадраты 2, азайтылған 1-дің квадраты 1.
Сонда бұдан бізде шығады 2 түбір астында 2 минус 1 бөлінген 2-ден 1 азайсам 1. Бірақ бөлімдегі 1 жазылмайды, сондықтан 2 көбейтілген түбір асты 2 минус 1 деп қалдырып кетеміз деген сөз. N тең 3-ті қоямыз енді. Сонда A3 тең болады 3 бөлінген түбір асты 3 плюс 1. Тоже иррационалдан құтыламыз. Түбір асты 3 минус 1-ге. Яғни түйіндес дегеніміз, мына бір жерде плюс тұрса, сен соның минусына көбейтесің деген сөз. Минус тұрса, плюсына көбейтесің. Түйіндес дегеніміз сол. Және міндетті түрде астына да үстіне де көбейтуіміз керек болады. Хорошо? Енді төбесін көбейтетін болса, мынау 3 көбейтілген түбір асты 3 минус 1 ғой төбесінде. Ал астында ол түбір асты 3-тің квадраты минус 1-дің квадраты деген формула береді. 3-тің квадраты 3, азайтылған 1, 3-тен 1-ді азайтам, сразу 2 деп жазылайыншы. 2, ал төбесі қала береді 3 көбейтілген түбір асты 3 минус 1 деп. Ашып жіберуге де болады, бірақ ашқаннан ешқандай пайда жоқ, сондықтан қалдырып кете берейік. Енді n-нің орнына 4 қояйық. A4 тең болады 4 бөлінген түбір асты 4 плюс 1. 4-тен түбірден бізде 2 шығады ғой. Сонда 2 плюс 1 болады да, сонда 4 бөлінген 3 болады екен, немесе 1/3-тен 1 болады екен. Енді әдемілеп жауаптарын жазып жіберейік. Жауабы бізге 5 мүшесін жазып тұр ғой. Бірінші мүшесі бізде 2-ден 1. Екінші мүшесі бізде 2, жақшаның ішінде түбір асты 2 минус 1. Үшінші мүшесі 3, түбір асты 3 минус 1 бөлінген 2. Және төртінші мүшесі 1/3-тен 1 шықты. Келесі. Так. Ойбай, мына жерде 5-ші мүшені сұрап тұрған ғой. 5-ін тауып жүрген. Бері астына түсіріп жіберейік кішкене. 5-ші мүшесін тауып жүрген. N тең 5-ті де таппай кетіппіз ғой. N тең 5 болғанда. A5 тең болады 5 бөлінген түбір асты 5 плюс 1. Астында үстінде түйіндесіне көбейтеміз. Иррационалдан құтылу үшін. Сонда төбесі 5 көбейтілген түбір асты 5 минус 1. Ал астында түбір асты 5-тің квадраты минус 1-дің квадраты. Яғни түбір асты 5-тің квадраты 5, 5-тен 1-ді азайтсам 4, ал алымы өзі жазыла береді. Сонда мынаның астына тағы қосып жібереді екенбіз. Так, күшейтелік кішкене. Төртінші мүшесі және 5-ші мүшесі 5, түбір асты 5 минус 1 бөлінген 4 дейміз. Осы біздің жауабымыз болады. Енді екіншісін шығарамыз. Екіншісі AN тең болады 2n бөлінген түбір асты 3n минус 1 дейді. N-нің орнына 1-ді қояйық, кеттік. A1 тең болады 2 көбейту 1 бөлінген түбір асты 3 көбейту 1 минус 1. 2 түбір асты 3 минус 1 түйіндеске көбейтем. Төбесі 2 көбейтілген түбір асты 3 плюс 1. Асты түбір асты 3-тің квадраты 3, 1-дің квадраты 1, 3-тен 1-ді азайтам 2 деп сразу жазып кетемін. 2 мен 2-ні қысқап жүреміз. Сонда түбір асты 3 плюс 1 қалады. N тең 2. A2 тең болады 2 көбейтілген 2, түбір асты 3 көбейтілген 2, минус 1. 2-ні көбейтем 4, түбір асты 6 минус 1. Түйіндесіне көбейттік деп ойлайық сразу. Түбір асты плюс 1, түбір асты 6 плюс 1. 4 көбейтілген түбір асты 6 плюс 1. Астында 6-ның квадраты 6, түбір асты 6-ның квадраты минус 1. 6-тан 1-ді азайтсам 5 істеп кетейік сразу. Түсінікті шығар, иә? Или түсінбей қаласыздар ма? Жазайын ба? Түбір асты 6-ның квадраты минус 1-дің квадраты десем, мына жерде 5 шығады, сосын төбесі өзі қалып қалады. Түсінбесеңдер сұраңдар WhatsApp-тан, хорошо? Неғып бұлай болды деп. Келесі n тең 3. A3 тең болады 2 көбейтілген 3 бөлінген түбір асты 3 көбейтілген 3 минус 1. 6 түбір асты 9 минус 1. 9-дан бізде 3 шығады түбірден. 3-тен 1-ді азайтсам 2 шығады. 6-ны 2 бөлсем 3 шығады сонда. N тең 4. A4 тең болады 2 көбейтілген 4, түбір асты 3 көбейтілген 4 минус 1. Сонда мынау дегенім 8 бөлінген түбір асты 12 минус 1. Түйіндесіне көбейтіп жіберейік. Мен плюс 1-ге астында үстінде. Сонда мынау деген төбесі 8 түбір астында 12 плюс 1. Түбір асты 12-ның квадраты минус 1-дің квадраты. Тең болады 8 көбейтілген түбір асты 12 плюс 1 бөлінген 12-ның квадраты 12 минус 1-дің квадраты 1. 12-ден 1-ді азайтсам 11.
төбесінде 8, түбірасында 12 плюс 1 шығады екен. Бітті. Есеп. Режимі квадрат мәдем оңай өпті. Бірдің квадраты мына жерде. Енді 5-шін табамыз. Мажың есептері тура. Не 5 мүшесін сұраған, хотя 3 мүшесін сұрамай ма? А5 тең болады. 2 көбейту 5, түбірасты 3 көбейту 5, минус 1. Тең болады 10, түбірастында 15, минус 1. Түйіндесіне көбейтеген досын бәрін. Түбірасты 15, минус 1-ге көбейтем. Түбірасты 15, минус 1. Тең болады. 10 көбейтілген түбірастында 15, минус 1 бөлінген. Түбірасты 15-дің квадраты, минус 1-дің квадраты. 10 көбейтілген түбірастында 15, минус 1 бөлінген 15 минус 1. Тең 14. 14 пен 10-ды қысқартайық. Мында 7, мында 5 қылады. Сонда мынау дегенім 5 көбейтілген түбірастында 15, минус 1 бөлінген 7 деген сөз. Бітті. Ой, бір есептің өзіне қаншама уақыт жұмсадық, ё-моё. Кеттік. А1 неше болды бізде? А1 қайда кетті? А1 менде шығыпты, түбірасты 3 плюс 1 шығыпты. Жауабы түбірасты 3 плюс 1. А2 4 көбейтілген түбірасты 6 плюс 1 бөлінген 5. А3 3, А4 8 түбірасында 12 плюс 1 бөлінген 11. Сосын А5 мұнда тұр. Мынаны кішірейтіп жіберейін қазір. Симайды етпесем. Сразу оны сымайды ол болды. Так. Және А5 бізде шықты 5 көбейтілген түбірасты 15 минус 1 бөлу 7. Бітті. Жауап осы. Келесі 3 пен 4 бар екен. Өздерін шығарасыңдар ма? Шығарып берейін ба? Шығарасылар жарайды. Үшіншісі. Давайте басқа цвет алайықшы. Что-то қызыл ұнамай қалды. n тең болады 2n минус 1 бөлінген түбірасты n плюс 2 деген формула екен. n-нің орнына 1-ді қоям. A1 тең болады 2 көбейту 1 минус 1 бөлу түбірасты 1 плюс 2. 2-ге 1-ге өтсем 2, одан 1-ді азайтсам 1, 1-ден 1 шығады, 1-ге 2-ні қоссам 3 шығады. Не деген рахат есеп, тез ақша салды. А2 2 көбейту 2 минус 1 бөлінген түбірасты 2 плюс 2. Дейік 4, 4-тен 1-ді азайтсам 3, түбірасты 2 плюс 2, түйіндеске көбейтеміз міндетті түрде. Түбірасты 2 минус 2-ге көбейтеміз астында, үстінде. Мынау деген 3 көбейтілген түбірасты 2 минус 2 бөлінген түбірасты 2-нің квадраты минус 2-нің квадраты. Түбірасты 2-нің квадраты 2, 2-нің квадраты 4. Мынау 2 азайтылған 4 болады да, одан бізде минус 2 шығады. 3 түбірасты 2 минус 2 бөлінген минус 2 шығады екен. n тең 3-ті іздегенді. А3 тең болады 2 көбейтілген 3 минус 1 бөлінген түбірасты 3 плюс 2. Сразу түйіндесіне көбейтіп жүрейінші осы жерден. Түбірасты 3 плюс 2, түбірасты 3, ойбай, минус 2. Плюс екен ғой жерден минус 2-ге көбейтеміз. Сразу түйіндесіне көбейтіп жүрмесілеу жүрем. 2-шіге көбейтем 6, 6-тан 1-ді азайтам 5 көбейтілген түбірасты 3 минус 2, астында түбірасты 3-дің квадраты минус 2-нің квадраты. 5 көбейтілген түбірасты 3 минус 2, түбірасты 3-дің квадраты 3, 3 минус 4, минус 1. n тең 4. А4 тең болады 2 көбейтілген 4 минус 1 бөлінген түбірасты 4 плюс 2, 8, 8-ден 1-ді азайтсам 7, 4-тен 2 шығады, 2-2-ні қоссам 4 шығады. n тең 5. А5 тең болады 2 көбейту 5 минус 1 бөлінген түбірасты 5, қосу 2 көбейтем түбірасты 5-ке плюс 2 минус 2-ге көбейтеді екен. Так, түбірасты 5 минус 2-ге көбейтеміз, астында, үстінде. Сонда мынау деген 10, 10-нан 1-ді азайтсам 9, көбейтілген түбірасты 5 минус 2 бөлінген түбірасты 5-дің квадраты 5 минус 4, сонымен бізде 1 шығады. 1 жазылмайды. Түбірасты 5 минус 2. Енді жауап жазамыз.
Жауабы А1 неше шықты? А1 бізде 3-тен 1 шығыпты. 3-тен 1, А2 бізде шығыпты. Минус 3 түбірасты 2 түбірасты 2 минус 2 бөлінген 2 шығыпты. А3 бізде минус 5 көбейтілген түбірасты 3 минус түбірасты 2 шығыпты. Көбейту есілі шылу. А4 4-тен 7 шығыпты. Оны біз бүтін бөлігін шығарып қояйық. 1/4-тен 3 деп. Және 9 көбейтілген түбірасты 5 минус 2 шығыпты. А5 деп. Бітті есеп. 4-шісі. Тұрына 2 есеп шығарып бітем деп шашап кеттім. А1 3 көбейтілген АН формасында жоқпын. АН тең болады 3N бөлінген түбірасты 2N минус 1 плюс 1 дейді. Кеттік. N тең болғанда 1-ге, А1 тең болады 3 көбейту 1 бөлінген түбірасты 2 көбейту 1 минус 1. Қосу 1 есеп дегенді 3-ті 1-ге көбейтем 3, 2-ні 1-ге көбейтсем 1, 1-ден 1 шығады, сонда 2-ден 3 шығады екен. N тең 2. А2 тең болады 3 көбейтілген 2, түбірасты 2 көбейтілген 2 минус 1 плюс 1, 6 бөлінген 4, 4-тен 1 азайтсам 3, түбірасты 3 плюс 1, иррационалдан құтыламыз, минус 1-ге көбейтеміз, түбірасты 3 минус 1-ге, 6 көбейтілген түбірасты 3 минус 1, сразу жазып кете салайық, 3 азайту 1, 2, 2 мен 6 қысқарады, мұнда 3 қалады. 3 түбірасты 3 минус 1 қалады екен жауап. N тең болғанда 3-ге. А3 тең болады 3 көбейтілген 3. Түбірасты 2 көбейтілген 3 минус 1 плюс 1. 6. 6-дан 1-ді азайтам 5. Түбірасты 5 плюс 1. Түйіндесіне көбейтеміз. Негіз мына түрде қалдырсындар болады жауапты. Просто жартында жауабында қалдырмаған еумайы. Сол үшін ашып отырық. 6 көбейтілген түбірасты 5 минус 1. 5-ің квадраты 5, 5-тен 1-ді азайтсам 4, 4 пен 6-ны қысқартсам 3 және 2. Наоборот, 3, 2. Сонда бұл деген 2-ден 3 көбейтілген түбірасты 5 минус 1 екен. Жауап мына түрде қалса да болады, мұнда мына түрде қалса да болады. Бірақ артық жауабында иррационалдан құтылған екен, сондықтан бізде құтылып жатырмыз. N тең 3. Жоқ, N тең 4. 3 көбейту 4 бөлінген түбірасты 2 көбейту 4 минус 1 плюс 1. 4-ке көбейтемін 12, 2 4-ім 8, 8-ден 1-ді азайтамын 7 түбірастында плюс 1. Түбірасты 7 минус 1-ге көбейтеміз енді. 12 көбейтілген түбірасты 7 минус 1 бөлінген түбірасты 7-дің квадраты 7, 7-ден 1-ді азайтсам 6. 6 мен 12-ні қысқартсам 2 қалады. 2 түбірасты 7 минус 1 болады екен жауап. Бітті ма, бітпеді ма десем бітпепті. N тең 5 бар екен әлі. А5 тең болады 2 көбейту 5. Түбірасында 2 көбейту 5 минус 1 плюс 1. 2-ні 5-ке көбейтсем 10. 10-нан 1-ді азайтсам 9. Одан 3 шығады. 3-ке 1-ді қоссам 4. 10 бөлінген 4. Ол 2/5-ке тең. Немесе 2/2-ден 1-ге тең. Жауаптарын әдемілеп жазып шығайық. Жауабы бірінші жауап бізде 1/2-ден 1, яғни 2-ден 3, ол бізде 1/2-ден 1-ді береді. Одан кейін 3 көбейтілген түбірасты 3 минус 1, одан кейін 3 түбірасты 5 минус 1 бөлінген 2, одан кейін 2 түбірасты 7 минус 1, одан кейін 2/2-ден 1. Бітті. Ужас, егін ұзақ есеп мынау. Келесі 12-де 3 дейді. Өсу ретімен алынған натурал санның квадраттарының тізбегі, тізбектің А5-ші, 9-ші, 12-ші мүшесін жазыңдар дейді. Кеттік. Натурал сандардың квадраттарының тізбегі дейді. Натурал сан бізде 1-ден басылады. Демек, квадраттарынан бастап жазып шығуымыз керек деген сөз. 1-дің квадраты, 2-дің квадраты, 3-дің квадраты, 4-дің квадраты, 5-дің квадраты деп бұл үстіп кете береді шексізге дейін. 9-дің квадраты,
10-ның квадраты, 11-дің квадраты, 12-ның квадраты деп. Енді бізде қараңыздар, бізден айтады мына жерде А5-ті сұрап тұр, 5-ші тұрған мүшені табайық. Мынау А1, мынау А1, мынау А2, мынау А3, мынау А4, мынау міне А5 болады екен бізде. Сосын А9 керек. 6, 7, 8, 9. Мынау бізде міне А9 болып тұр екен. Сосын А12 керек. Мынау бізде А12 болып тұр екен. Демек, біз айтамыз, А5 тең болады 5-тің квадраты, яғни 25-ке дейміз. А9 тең болады 9-ның квадраты, яғни 81-ге дейміз. Және А12 тең болады 12-ның квадраты, демек 144 дейміз. Бітті. Сонымен есеп. Келесі 12-де 4. Алғашқы мүшелері берілген тізбектің n-ші мүшесінің формуласын жазыңдар дейді. Біріншісі 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 дейді, өйстіп кете береді екен. Енді бұл жерде біз бірінші мүшені тауып аламыз. Бірінші мүше бізде А1 тең 2-ке. Сосын қосылып тұрған санын тауып аламыз. Бізде каждыйына 2 қосылып тұр ғой, сонда d тең 2-ке дейміз. Яғни d деген қосылып тұрған сан бізде. Хорошо? Сосын болды. Енді АН-ның формуласын жазамыз. Қараңыздар. Бізде АН-де мынандай формула бар. А1 қосу n-1 көбейтілген d деген формула бар. Осы формуланы жаттағаныздар, осы формула бізге өте керек болады есептерде. Енді осыған саламыз. АН-ның формуласы тең болады А1, яғни 2 қосылған n-1 көбейтілген d-ның орнында біз 2 қоямыз. Қосылып тұрған санымыз 2. Сосын бұны ашамыз. Сонда 2 қосылған, 2-ні былай көбейтіп жібереміз. 2n-2 деп. Сонда 2 мен 2 қысқарады ғой. Демек бізде 2n деген формула қалады. Яғни жауап бізде n тең болады 2n деген сөз. Келесі екіншісі. 9, 11, 13, 15 деп кетіп жатыр екен. Бірінші мүшеміз А1-іміз 9-ға тең. D-міз біздің 2 қосылып жатыр каждына, D-міз 2-ке тең болып тұр. Енді жаңағы формулаға саламыз АН-ның. АН тең болады А1, яғни 9 қосу n-1 көбейтілген d-міз біздің 2-ке тең. Сосын 9 қосу, мынаны ашамыз. 2-ні n-ға көбейтем 2n, 2-ні 1-ге көбейтем -2. 2n, 9-дан 2-ні азайтып тастайым, сонда 7 шығады. Сонда 2n плюс 7. Демек, мынаның формуласы АН тең болады екен. АН тең болады 2n плюс 7-ге. Бұл біздің жауабымыз. Мынау жауап. Мына жерде мынау жауап. Келесі, мына жерде біз үшінші есеп. Үшінші есепте бізге берілген 1 бөлінген 2, 1 бөлінген 4, 1 бөлінген 6 деп кетіп жатыр екен. Сонда бұл асты 2-ке көбейіп жатыр ғой. Мысалы, 2-ні 2-ке көбейтті 4, 4-ке 2-ні осым 6 деп кетіп жатыр ғой. Сондықтан бұның формуласы біз жаза саламыз 1 бөлінген 2 көбейтілген n дей саламыз. Мысалы, n-ның орнына 1-ді қойсам 2, n-ның орнына 2-ні қойсам 4 деп кете береді. Төртіншісі 1 дейді, 1 бөлінген 3, 1 бөлінген 5 деп кетіп жатыр екен. Так, бұл жерде тура жаңа формула ғой бұлды. Бірақ 1-ді азайтып жатыр бұл жерде. Яғни АН тең болады 1 бөлінген 2n-1 болады. Мысалы, мен әжеге 1-ді қоятын болсам, 2 көбейту 1. 2 көбейту 2, азайтылған 1 болады да, 1-ді 1-ге бөлем 1 болады. Яғни n тең 2-ден басталады, 1-ден басталмайды. Әжеге жаз қояса керек, сен n үлкен немесе тең 2-ден деп. 2-ні қойсам 4, 4-тен 1-ді азайтсам 3, 3-ті қойсам 6, 6-тан 1-ді азайтсам 5 шығып тұр екен. Демек, осы формуламен қалады. 5-ші есепте бізге айтылған 1, 2, 4, 8, 16 деп тұр екен. Бір же 2-ке көбейтіліп жатыр десек болады, бірақ 1-ді 2-ке көбейтсем 2, 2-ні 2-ке көбейтсем 4, 4-ті 2-ке көбейтсем 8, яғни 2-ке көбейтіліп жатыр ғой, 2-ке көбейтіліп жатса, 2 көбейтілген 1-де 2-ге келмейді бұл. Бұл бізде 2-ні дәрежелері деп есептеледі. Яғни 2-ні 0 дәрежесі, 2-ні 1 дәрежесі, 2-ні квадраты, 2-ні 4 дәрежесі деп кетіп жатыр деп ойлаймыз да біз. Сонда бұның формуласы АН тең болады 2-ның n-1 дәрежесі болады. Неге -1? Өйткені мен 0 дәрежені қоятын болсам, жоқ, -1 бола алмайды. Болады, n-1 болады. n 1-ден басталады деп есептейміз сосын. n үлкен немесе тең 1-ден басталады деп есептейміз. 0 қоя алмаймыз. Сол кезде бізде келеді. 6-шысы.
минус 1, 2, минус 4, 8, минус 16, 32 дейді. Бұл жерде де біз 2-ның дәрежесі деп айта аламыз, я? Яғни 2, 4, 8, 16, 32 бәрі 2-ның дәрежелері ғой. Сондықтан, бірақ алдында минус тұр бұл жерде. Минус плюс болып тұрғандықтан, минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген 2n минус 1 болады дейміз. Және n басталады үлкен еместен минус 1, n басталады 1-ден дейміз. Яғни n 0-ге тең болмайды, n 0 1-ден басталады. Жетіншісі. 1, 8-ден 1, 27-ден 1. Кубтар кеттік байқасаңыздар, я? 8, 2-ның кубы 27, ол 3-дің кубы 64, ол 4-дің кубы. Кубтар кетіп отыр, я? Демек, дәреже бізде кубпен келіп тұр деген сөз. Сонда бұл бізде болады. Еще төменінде тұр ғой, астында тұр ғой. Демек, дәрежесі теріс деген сөз. Демек, бұл n-ның минус 3-ші дәрежесі болады деген сөз формуласы. 8-шісі. 1 бөлінген 2, 2 бөлінген 3, 3 бөлінген 4 деп кете беріпті осылайынан чередовать етіліп. Бұл формула, бұны жаттап алып қойыңыздар. Қаршы, бұл n бөлінген n плюс 1 деген сөз. Яғни мұнда 1-ді қойсам 1, 1-ге 2-ні қойсам, 1-ге 1-ді қойсам 2 деген сияқты. 9-шы. 3 бөлінген 2, 5 бөлінген 4. Бұл болса осының керісіншесі, 8-дің керісіншесі болады. Бірақ төбесінде бізде 2, 3, 5, 7, яғни тек қана тақсандар тұр ғой. Сондықтан бұл бізде 2n плюс 1 бөлінген 2n деген формула болады. 9, 10. 2, 5, 8, 11. Бұл жерде 3 қосылып жатыр, е? 3 қосылып жатыр. Демек, бұл формула бізде болады 3n минус 1 деген формула болады. Осымен 12-де 4 бітті. Келесі 12-де 5-ге өтеміз. 12-де 5. n тең болады минус 1-дің n дәрежесі деп есеп берілген екен. Формуласымен берілген тізбектің алғашқы 5 мүшесін жазыңыз. Яғни 12-де 2 сияқты жаңағы. a1 тең болады минус 1-дің 1 дәрежесі, яғни минус 1. a2 тең болады минус 1-дің квадраты, яғни ол плюс 1 болады деген сөз. a3 тең болады минус 1-дің кубы, яғни ол минус 1 тағы да. a4 тең болады минус 1-дің 4 дәрежесі, яғни ол 1. a5 тең болады минус 1-дің 5-ші дәрежесі, яғни ол минус 1. Демек, бұны тізбекпен жазып шығатын болсақ, әдемілік минус 1, 1, минус 1, 1, минус 1, 1 деп кете береді деген сөз осылайынан. Екіншісі. n тең болады 2n плюс 3 дейді. a1 тең болады 2 көбейтілген 1 қосылған 3, яғни 5. a2 тең болады 2 көбейтілген 2 қосылған 3, 4, 7. Яғни екеуге үстіп көбейтіліп кете береді. 2-ге қоссам 6, 6-ға қоссам 9. a4 тең болады 2 көбейтілген 4 қосылған 3, 8, 11. a5 тең болады 2 көбейтілген 5 қосылған 3, тең болады 13. Демек, 5, 7, 9, 11 және 13 деп кете береді деген сөз. Үшіншісі. a3 тең болады 5 көбейтілген 3 азайтылған 2. 15, 15, ой, сразу жазып тұратындар. n тең болады 5n минус 2. a1 тең болады 5 көбейту 1 минус 2 тең болады 3. 5 көбейтілген 2 азайтылған 2 тең болады 8. Яғни 5 қосыла береді осылайынан. 5 көбейтілген 3 азайтылған 2. 15, 15-ні азайтсам 13. 5 көбейтілген 4 азайтылған 2 тең болады 18. 5 көбейтілген 5 азайтылған 2 тең болады 23.
Жауап демек 3, 8, 13, 18 және 23. Келесі төртіншісі. n тең болады n-нің квадраты плюс 1, a1 тең болады 1-дің квадраты плюс 1, 2, a2 тең болады 2-нің квадраты плюс 1, 4 плюс 1, 5, a3 тең болады 3-дің квадраты плюс 1, 9, 10, a4 тең болады 4-дің квадраты плюс 1, 16, 17, a5 тең болады 5-дің квадраты плюс 1, 25, 26. Демек жауап тең болады 2, 5, 10, 17, 26. Келесі бесіншісі. n тең болады 1-дің квадраты, ойбай, n-нің квадраты плюс n. a1 тең болады 1-дің квадраты плюс 1, яғни 2. a2 тең болады 2-нің квадраты плюс 2, 4, 6. a3 тең болады 3-дің квадраты плюс 3, 9, 12. a4 тең болады 4-дің квадраты плюс 4, 16, 20. a5 тең болады 5-дің квадраты плюс 5, 25, 30. Жауап 2, 6, 12, 20 және 30 екен. Келесі. Алтыншысы. n тең болады n квадрат минус 2n. a1 тең болады 1-дің квадраты минус 2 көбейтілген 1, яғни минус 1. a2 тең болады 2-нің квадраты минус 2 көбейтілген 2, 4, 4, 0. a3 тең болады 3-дің квадраты минус 2 көбейтілген 3, 9, минус 6, 3. a4 тең болады 4-дің квадраты минус 2 көбейтілген 4, 16, 8. a5 тең болады 25, ойбай, 5-дің квадраты минус 5, 2 көбейтілген 5, яғни 25, 15. Минус 1, 0, 3, 8, 15 екен жауабы. Келесі жетіншісі. n тең болады n квадрат қосылған 2n плюс 1. Мына бізде формула ғой. Жабасақшы на формула. n плюс 1-дің квадраты деген формула деп. Сонда a1 тең болады 1 плюс 1-дің сыртында квадраты, яғни 4. a2 тең болады 2 плюс 1-дің сыртында квадраты 3, 9. a3 тең болады 3 плюс 1-дің квадраты, яғни 4, 16. a4 тең болады 4 плюс 1-дің квадраты 25. a5 тең болады 5 плюс 1-дің квадраты 6, 36. 4, 9, 16, 25, 36 екен. 8. n тең болады минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген n-нің квадраты. a1 тең болады минус 1-дің 1 дәрежесі көбейтілген 1-дің квадраты, яғни минус 1. a2 тең болады минус 1-дің квадраты көбейтілген 2 квадраты тең болады 4 минус 4. a3 тең болады минус 1-дің кубы көбейтілген 3-дің квадраты 9 минус 9. Ойбай, мына жерде плюс 4 кешіңіздер. Квадрат минус жоқ жерде айтпақшыдай. Плюс 4 болады. a4 тең болады минус 1-дің 4 дәрежесі көбейтілген 4-дің квадраты 16. a5 тең болады минус 1-дің 5-ші дәрежесі көбейтілген 5-дің квадраты 25 және минус 25 өткен 5 дәрежесі минусты жоймайды. Сонда жауап бізде болып тұр екен минус 4, 4, минус 9, 16 және минус 25. Келесі. 12-де 5 кетті, 12-де 6. Сандар тізбегі n тең минус 1n, n квадрат минус 3n формасымен берілген. Тізбектің 6-шы, 9-шы, 14-шы мүшесін жазыңдар дейді. n тең болады минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген n квадрат минус 3n. Табу керек a6-ны, a9-ды және a14-ді.
орнына қоя кеттік. Минус 1-дің 6 дәрежесі көбейтілген 6-ның квадраты минус 3 көбейтілген 6. 6-ның дәрежесі минусты жояды. 6-ның квадраты 36. Азайтылған 3-ті 6-ға көбейтсем 18 тең 18. А9. Минус 1-дің 9-шы дәрежесі көбейтілген 9-ның квадраты азайтылған 3 көбейтілген 9. 9 дәреже минусты жоймайды. Демек минус 9-ның квадраты 81 азайтылған 27. Екеу қосылып кетеді ғой. 8, 108. Минус 108. Минус 1-дің 14-ші дәрежесі көбейтілген 14-дің квадраты азайтылған 3 көбейтілген 14. 14 дәреже минусты жояды. 14-дің квадраты 196 азайтылған 42. 4, 5, 1, 154. Бітті. 12-де 7. Берілген тізбектердің қайсы өспелі, кеммелі, өспелі де, кеммелі де болмайды. Өспелі болмайды, кеммелі болмайды деп тұрмын. Не дейді? Түсінбедім. Хорошо, өспелі. Бірінші тізбекті қарайық. Бірінші тізбек бізге минус 1, минус 5, минус 9, яғни кеммелі отыр. Кеммелі. Екінші тізбек. Екінші тізбек тоже кеміп отыр. Жоқ, екінші тізбек өсіп отыр. 1 бөлінген 8. 1 бөлінген 8 ол 1-ден үлкен болады. Минус 0,125 қой ол бізде. Ал 1 бөлінген 27 ол бізде минус 0,03 болады. Өспелі екінші тізбек. Үшіншісі. Ойбай жоқ, кешіңдер, мен дұрыс қарамадым. Мен 2-ні орнына 3-ті қарап қойыппын. Үшінші тізбек өспелі екен. 2 бөлінген 3, 2 бөлінген 5, 2 бөлінген 7, 2 бөлінген 9 бұл бізде кемімелі. Екінші тізбек бізде кемімелі. Кеміп жатыр. 2-ні 3-ке бөлсем 0,6 ғой, примерно жоқтау алғанда. Ал 2-ні 5-ке бөлсем 0,4. Төмен түсіп жатыр деген сөз ғой. Төртінші тізбек бізде бұл өспелі де, кеммелі де болмайды. Яғни өспелі де болмайды, кеммелі де болмайды. Өйткені ол бізде плюс минус кемімелі де болмайды. Плюс минус болып тұр ғой, яғни чередоваться етілген кезде ол бізде екеуі де болмайды деген сөз. Бесіншісі түбірасты 3, түбірасты 5, түбірасты 7 бұл бізде өспелі тізбек. Өйткені түбірасты 3-тен салатын сан түбірасты 5-тен кіші болады. 6 бөлінген 13, 7 бөлінген 14, 8 бөлінген 15. Бұл бізде 6-ны 13-ке бөлсек примерно 0,4 қой. Ал 7-ні 14-ке бөлсек примерно 0,5. 8-ді 15-ке бөлсек примерно 0,5 кетеді. Бұл өспелі болады 6-шы. Өспелі тізбек. Келесі 12-де 8. Сарымен жасаймыз ғой. 12-де 8. Формуласымен берілген тізбектің 17-ге 13-ге тең мүшесі бола ма дейді. Хорошо. Так, біріншісі кеттік. Яғни берілген тізбекті аламыз. 37 минус 2n теңестіреміз 17-ге. Минус 2n тең болады 17 минус 37. Минус 2n тең болады минус 20, n тең болады 10. Демек, болады екен. Бірдің жауабы болады. Екіншісін қарайық. Тізбекті аламыз. 49 минус 3n тең болуы мүмкін ба дейді минус 7-ге. Минус 3n тең минус 7 минус 49. Минус 3n тең болады минус 56. Минус 5 минус 1 жой жүреді. 56 бізде 3-ке бөлінбейді. 18 бүтін. Бұл деген 18 бүтін 3-тен 2 ғой. Демек болмайды. Яғни егер сіздерде бүтін сан шықса, ол кезде болады. Ал егер бөлшек сан шықса, немесе ондық бөлшек сан шықса, ол кезде болмайды. Үшіншісі. 3n минус 2n-нің квадраты тең болуы мүмкін бе дейді минус 104-ке. Бұл дискриминант бізде минус 2n квадрат плюс 3n плюс 104 тең 0 деп бері қарай өткізіп алайық на 104-ті. 2 бөлінбейді екен, минусқа бөлсек 2n квадрат минус 3n минус плюс минус 104 тең болады 0-ге. Дискриминант тең болады 9. Қосылған 4-ті 2 өйтсем 8. Оны көбейтеміз 104-ке. 3-тің квадраты если дискриминанттың формасы ғой. Әдемілі жазылайыншы.
квадраты деп. Сонда мынау деген 9 қосылған 8, 8 4-ім 32 шойды 3, 4, 432. Қосатын болсам 437 ма? Өбе, 441. Не осы отырмын? 441. 441 бізде ол 21-дің квадраты, е? Ол бізде 21-дің квадраты. Демек, n1, n2-ні табамыз. 3 плюс минус 21 бөлінген 4. 21-ге 3 қоссам 24, 24 4-ке бөлсем 6, 21-ден 3 азайтсам 18, минус 18 бөлінген 4-ті біз жауапқа қалдырмаймыз. Өйткені n теріс болуы мүмкін емес. Сонда жауап болады екен n тең 6, яғни болады. Келесі, төртіншісі. 4n плюс 3 бөлінген n плюс 1 тең болуы мүмкін ба 13-ке. Мынаны пропорция мына жаққа көшіріп жібереміз. 4n плюс 3 тең болады 13n плюс 13. 13n азайтылған 4n тең болады 3 азайтылған 13. 4n-ді былай қарай жібердім. Керісінше 13-ді былай қарай жібердім мына жерде. Сосын 13-тен 4-ті азайтсам бізде 9n тең болады минус 10, n тең болады минус 10 бөлінген 9. Бұл бізде болмайды. Кені бөлшек сан. 12-де 9. n түрінде берілген n мүшенің формулаларының қайсысы өспелі кемелі сандар тізбегін береді дейді. 3n минус 7 біріншісі. 1an тең болады 3n минус 7. А1 тауып көрейік өшірін. А1 тең болады 3 көбейту 1 минус 7. Сонда бізде минус 4 шығады. А2-ні тауып көрейік. 3 көбейтілген 2 минус 7. 6, 6-тан минус 1. Яғни өсіп жатыр ғой. Демек бұл бізде өспелі. Келесі екіншісі. n тең болады n квадрат минус 8 дейді. Бұл енді явно өспелі ғой. А1 тең болады 1-дің квадраты минус 8, яғни минус 7. А2 тең болады 2-дің квадраты минус 8, яғни минус 4. Өспелі. Келесі 3. n тең болады 3 түбір астында n қосу 4. Бұны сразу айтсақ та болады, негізі өспелі екен. 3 көбейтілген түбір асты 1 қосу 4. Бұдан бізде 7 шығады, е? Біз А4 тауысылық. 3 көбейтілген түбір асты 4 қосылған 4, яғни 2, 6, 6, 4 қоссам 10. Өспелі болды. Төртіншісі. n тең болады 1 қосылған 1 бөлінген n. Бұл қызық екен. А1 тең болады 1 қосылған 1 бөлінген 1, яғни бізде 2 шығады. А2 тең болады 1 қосылған 1 бөлінген 2 тең болады 0,5 қой. Сонда 1,5 шығады. Бұл демек кемелі екен. Кемелі. Бесіншісі. n тең болады 1 азайтылған 1 бөлінген n плюс 1. А1 тең болады 1 азайтылған 1 бөлінген 1 қосу 1, яғни 1 азайтылған 0,5 қой. Бұл дегенім 0,5. А2 1 азайтылған 1 бөлінген 2 қосу 1. 1 азайтылған 3-тен 1 ғой бұл дегенім. Бұл дегенім 3-тен берем. Сонда 3-тен 2 шығады, яғни жоқтағанда 0,6 ғой. Жоқтасақ. Негізі өсіп жатыр. Ашты көре салайық, на всякий случай. 1 азайтылған 1 бөлінген 3 плюс 1. Яғни 1 азайтылған 1 бөлінген 4. Яғни 1 минус 0,25 қой. Бұл бізде 0,75. Яғни өсіп жатыр ғой. Өспелі. Алтыншысы. n тең болады 1 қосылған 2 бөлінген 2n плюс 1. А1 тең болады 1 қосылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 1 плюс 1, яғни 1 қосылған 1 бөлінген 3, 1 бүтін 3-тен 1.
А2 тең болады 1 қосылған 2 бөлінген 2 көбейтілген 2 плюс 1 қосылған 2 бөлінген 4-ке 1 қоссам 5, яғни 1,4 мына жерде. Мына жерде 1,3-ке бөлсем 1,3 қой. 3 периодта болады, значит. Өспелі. Келесі А3. Ой, бітті. Келесі 12-де 10. АН тізбегімен берілген сандар тізбегінің алғашқы 5 мүшесін жазыңдар дейді. Так, неше есеп қалды? 12-де 17-ге шейін. Бар тең болады минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген 2. Біріншісі. АН. Так, А бар тең болады минус 1-дің 1 дәрежесі көбейтілген 2, яғни бұл жағдайда минус 2. А2 тең болады минус 1-дің квадраты көбейтілген 2, яғни бұл жағдайда бізде плюс 2 шығады. Яғни мынау минус 2 плюс 2 минус 2 плюс 2 деп кете береді. Сондықтан біз сразу жазсақ мына жерге минус 2, 2, минус 2, 2, минус 2, 2 деп шексіз кете береді дейміз. Екіншісі. Яғни мына жеріне тоже жазсақ болады. А3 тең болады минус 2, А4 тең болады 2, А5 тең болады минус 2 деп. Екіншісі. Минус 1-дің n дәрежесі АН көбейтілген 2 қосылған 2 дейді. Бұл тоже самое сөйтіп кете береді қазір. А1-ді қоятын болсам, мынау деген қазір минус 2 плюс 2 болады ғой. Сонда 0 болады. А2-ні қоятын болсам, түсіндіріп жазайыншы. Түсіндіріп алады қазір көбісі. А1-ді қоямыз. Сонда минус 1-дің бірінші дәрежесі көбейтілген 2 плюс 2. Бір дәреже минусты жоямайды мына минусты. Сондықтан ол минус 2 плюс 2 0 шығады. А2-ні жазайын. Минус 1-дің квадраты көбейтілген 2 плюс 2. Квадратына минусты жойып жібереді. Сондықтан плюс 2 шығады. Сонда 2 плюс 2 4 болады. Сонда А3 тең болады 0-ге, А4 тең болады 4-ге. А5 тең болады қайтадан 0-ге. Сонымен жауап. Жауап 0, 4, 0, 4, 0, 4 деп кете береді. Келесі үшіншісі. АН тең болады 1 плюс минус 1-дің n дәрежесі бөлінген 2 дейді. А1 тең болады 1 қосылған минус 1-дің n дәрежесі бөлінген 2. Бірінші дәрежесі, яғни бір дәреже минусты жоймайды, сонда 1 минус 1 бөлінген 2 болады дағы 0 бөлінген 2 0 шығады. А2 1 плюс минус 1-дің 2 дәрежесі бөлінген 2. 1 плюс 1 бөлінген 2, 2 бөлінген 2, яғни 1 шығады. Бұл дейсіп қайталанып кете береді. А3 сонда 0 болады, А4 қайтадан 1 болады, А5 қайтадан 0 болады. Жауап 0, 1, 0, 1, 0 деп кете береді, шексіз. 4. А1 тең болады 1-дің n квадрат, АН тең болады n квадрат плюс минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген n дейді. А1 тең болады 1-дің квадраты қосылған минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген 1. Бір дәреже. Сонда 1 азайтылған 1, сонымен 0. А2. 2-ның квадраты қосылған минус 1-дің 2 дәрежесі көбейтілген 2. Яғни 4 қосылған 2 болады дағы 6 шығады. А3. 3-дің квадраты қосылған минус 1-дің кубы көбейтілген 3 болады. 9 азайтылған 3 болады. Куб минус жоймайды өйткені. 6 шығады тоже. А4. 4-дің квадраты қосылған минус 1-дің 4 дәрежесі көбейтілген 4. 16 қосу 4, яғни 20. А5. 5-дің квадраты қосылған минус 1-дің
5-ші дәрісі көбейтілген 5 тең болады 25 азайтылған 5, яғни 20. Сонымен жауап 0, 6, 6, 20, 20 деп кете береді. Келесі 5. Аян тең болады 2n минус 1 плюс 1. 2-нің дәрісіне бір қосып отырамыз ғой каждайына. 3. 2-нің квадраты 4, оған бірді қоссам 5. 2-нің кубы плюс 1, 8 плюс 1, 9. 2-нің 4 дәрежесі плюс 1, 16, 17. 2-нің 5 дәрежесі плюс 1, 32, 33. Сонда бұның жауабы 3, 5, 9, 17, 33. Сосын арғы кете береді. 6. Квадрат. А1 тең болады минус 1-дің 1 дәрежесі көбейтілген 1-дің квадраты минус 3 көбейтілген 1. 1-дің квадраты 1, сонда минус 1, минус 3, минус 4 шығады. А2 тең болады минус 1-дің квадраты көбейтілген 2-нің квадраты көбейтілген 3 көбейтілген 2. Квадрат минусты жояды. 4 минус 6, минус 2 шығады екен. Келесі А3 тең болады минус 1-дің кубы көбейтілген 3-дің квадраты минус 3 көбейтілген 3. 9, минус 9, минус 18. А4 тең болады минус 1-дің 4 дәрежесі көбейтілген 4-дің квадраты азайтылған 3 көбейтілген 4. 4-дің квадраты 16, азайтылған 12, 4 шығады екен. Және А5 тең болады минус 1-дің 5-ші дәрежесі көбейтілген 5-дің квадраты азайтылған 3 көбейтілген 5. 25, минус 25, минус 15, минус 30, 40. 7-ші. А1 тең болады 1-дің квадраты қосылған 2 көбейтілген 1 қосылған минус 2 n плюс 1 дейді. N-нің. Шатасып отырмын уже. Мен сразу бірді қойып кеткен ба, нәжінесе 2 мына жерде. Так, кеттік. 1-дің квадраты қосылған 2 көбейтілген 1 қосылған минус 2-нің 1 плюс 1 дәрежесі. 1-дің квадраты 1, 2-ні 1-ге өтсем 2, және ана жерде квадрат пайда болады, ол минусты жояды, сонда 2-нің квадраты 4 болады. 6, 7 шығады екен. А2. 2-нің квадраты қосылған 2 көбейтілген 2 қосылған минус 2-нің 2 плюс 1 дәрежесі. Сандылыққа зерттеңдер дейді тізбегін. Бірінші тізбек. Аян тең болады минус 3-дің n дәріс дейді. А1 табайық. Минус 3-дің 1 дәрежесі. А2 тең болады минус 3-дің дәрежесі минус 3. А2 тең болады минус 3-дің квадраты. Минус 9. Бұл жерде квадрат минусты жоя алмайды. Өйткені ол жақшада тұрған жоқ. Егер минус 3-дің квадраты болса, онда 9 шығады. Ал минус 3-дің квадраты болса, минус 9 шығады. Яғни мына жерде минус 9 сонда. Демек бұл бізде кемел тізбек, е? Кемелі. Келесі екіншісі. А1 тең болады 5n плюс 1. А1 тең болады 5, 1 плюс 1, яғни 2 дәрісі 25. А2 тең болады 2 плюс 1, яғни 5-дің кубы 125. Демек өспелі. Келесі. А1 тең болады 3n плюс 1 бөлінген n плюс 2. Кеттік. А1 тең болады 3 көбейту 1 плюс 1 бөлінген 1 плюс 2 бөлімінде 3, төбесінде 4. А2 тең болады 3 көбейтілген 2 плюс 1 бөлінген 2 плюс 2. 4, 3-2-ні қоссам, көбейтсем 6, 6-1 қоссам 7. 4-ке 4, 16. Бұл өспелі тізбеге. Өсіп жатыр өйткені. 4-шісі.
n тең болады 5n плюс 3 бөлінген n плюс 1. А1 тең болады 5 көбейту 1 қосу 3 бөлінген 5, 1 плюс 1. 5-ке 1-ді өтсем 5, 8, 2, 4. А2 тең болады 5 көбейтілген 2 қосылған 3 бөлінген 2 қосылған 1 бөлімінде 3, 10, 13. 13 бөлінген 3 дегенім ол бізде 4 бүтін ғой. 4 бүтін 3-тен 1. Демек, тізбек тоже өспелі. Бұл бір сандылыққа зерттелген, яғни өспелі кемел екендігін анықта деген сөз ғой былайша айтқанда. 12-де 2 рекурренттің тәсілмен берілген сандар тізбегінің алғашқы 6 мүшесін жазыңдар. Не дейді? А1 тең 3, АН плюс 1, АН плюс 4 дейді. 12-де 2 рекурренттік тәсіл деген жаңа АН деп беріп тұрады, соны рекурренттік тәсіл деп атайды. Кеттік. 12-де 12 тәжіп кеткен шығарсыздар сіздерді да. А1 тең 3-ке дейді. Сосын формула берген АН плюс 1 тең болады АН плюс 4 деген. Сонда мынау деген n-нің орнына біз 1-ді қояйық бірінші. n тең болғанда 1-ге А1 плюс 1 тең болады А1 қосылған 4. Яғни А2 тең болады А1 бізде 3 қосу 4 тең болады 7-ге. Енді А3 табайық. А3 тең болады А2 қосылған 4. Яғни 7 қосу 4 нешет? 11. А4 тең болады А3 қосу 4. Яғни 11 қосу 4. 15. Неше мүше керек бізге? 6 мүше керек екен. А5 тең болады А4 қосу 4. Яғни 15 қосу 4 тең болады 19. А6 тең болады А5 қосу 4. Яғни 19 қосу 4 тең болады 23. Бұл біріншісі. Екіншісіне кеттік. А1 тең 4-ге АН плюс 1 тең болады 3АН минус 1-ге дейді. Кеттік. А2 тең болады 3А1 минус 1 деген сөз. 3 көбейтілген 4 минус 1 тең болады 12, 11. 3 тең болады 3 көбейтілген А2 минус 1, яғни 3 көбейтілген 11 минус 1, 33, 32. А4 тең болады 3А3 минус 1, яғни 3 көбейтілген 32 минус 1. Что текке өтсем? Так, 96, 96-тан 1-ді азайтсам 95. А5 тең болады 3 көбейтілген 95 азайтылған 1. 3-ті 95-ке көбейтсем 285, одан 1-ді азайтсам 284. Мен формасын жазбай кетіппін ғой. 3А4 минус 1. 3 көбейту 95 минус 1 тең болады 285. А6. 3 көбейту А5 минус 1. Яғни 3 көбейту 285 минус 1. 285-ті көбейтемін 3-ке 855, одан 1-ді азайтсам 854. Үшіншісі. А1 тең болады 5-ге АН плюс 1 тең болады 2АН минус 4. А2 тең болады А2 А1 азайту 4. Сонда 2 көбейту 5 азайту 4. 10, 10-нан 4-ті азайтсам 6. А3 тең болады 2А2 азайту 4. 2 көбейтілген 6 азайту 4, 12, 8. А4 тең болады 2А3 азайтылған 4. 2 көбейтілген 8 азайтылған 4, 16, 12. А5 тең болады 2 көбейтілген А4 азайтылған 4. 2 көбейтілген 12 азайтылған 4, 24, 20. Және А6 тең болады 2 көбейтілген А5 азайтылған 4. 2 көбейтілген 20 азайтылған 4, 40, 36.
болды, бітті. Келесі бізде төртіншісі. А1 тең 88, АН плюс 1 тең 0,5, АН 2 келмейді екен сонда. А2 тең болады 0,5 көбейтілген А1 тең болады 0,5 көбейтілген 88, яғни 44 шығады. А3 тең болады 0,5 көбейтілген А2 тең болады 0,5 көбейту 44, одан шығады бізде 22. А4 тең болады 0,5 көбейту А3, яғни 0,5 көбейту 22 тең болады 11. А5 тең болады 0,5 көбейту А4, 0,5 көбейту 11 тең болады 5,5. А6 тең болады 0,5 көбейту А5, сонда 0,5 көбейтілген 5,5, бұл дегенім болады бізде 2,175. Бітті. 12-де 13 бір сарында болмайтын дәлелдеңдер дейді. Плюс, минус, плюс шығады деген сөз ғой. Яғни біреу плюс, екіншісі минус тұрады деген сөз. 12-де 13. АН тең болады 2n плюс минус 1-дің n дәрежесі бөлінген 2n плюс 1 дейді. А1 тең болады 2 көбейту 1 қосылған минус 1-дің 1 дәрежесі бөлінген 2 көбейтілген 1 плюс 1. 2-ден 1-ді азайтам. Асына 2-ге 1-ді қосам керісінше. Мұнда 1 бөлінген 3 кеткен сонда. А2-ні табайық. 2 көбейтілген 2 қосылған минус 1-дің квадраты бөлінген 2-ні 1-ге өйтсем. 2-ні 2 қосу 1. Сонда мынау дегенім 4 қосу 1, асында 4 қосу 1 болады. 5 бөлінген 5 тең болады 5 екен. А3. 2 көбейтілген 3 қосылған минус 1-дің кубы бөлінген 2 көбейтілген 3 қосылған 1. 2-ші көбейтем 6, куб минус жүрмес, сонда минус 1, астында 6 плюс 1. 6-тан 1-ді азайтсам. 5, 6-ға 1-ді қоссам, 7. Енді қараңыздар, мына жерде мынау бір сарынды емес, яғни өспелі кемелі емес, өйткені мына жерде ол өсті. Ал мына жерде ол кеміп кетті. Яғни нөлден кіші болып кетті, көрдіңіздер ме? Сондықтан ол бір сарынды емес. Оны біз бүйше былай айтсақ та болады. А1 кіші А2-ден, ал А2 үлкен А3-ден. Сондықтан ол бір сарынды емес.